Армысыздар. Есім Ауданбек Шалқат Қуанышбекұлы. Қазір кезде номер 13-ші мектепте география пәнінің мұғалімі болып жұмыс атқарамын, Ұлытау облысы Жезқазған қаласында. Қазір кезде педагогикалық технологиялардың, яғни туралы ақпарат көптеген жарап жатыр. Осы педагогикалық ақпараттың технологиялардың бірі қазір жасанды интеллект болып тұр. Жасанды интеллект қазір мұғалімдердің таптырмас көмекшісі болып тұр. Жасанды интеллект туралы мен емес, жасанды интеллекттің өзі айтып түсіндіріп берсе керек. Педагогикалық технологиялар оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттыруға бағытталған әдістер, тәсілдер мен құралдар жүйесі. Мысалдары: интерактивті, проблемалық, жобалық, модульдік, АКТ, ойын технологиялары және тейбесі. Педагог мақсатқа сай тиімдісін таңдайды. Жақсы, енді құрметті оқушылар, сіздерге мен қазір білім класс платформасының, яғни iTest платформасын таныстырғым келіп тұр сіздерді. Бірінші оқушылар, біз iTestке қандай қалайтсақ болады? ОБТ-ға дайындалу үшін, біздегі көптеген тесттарға, егер сіздердің пәндік білімдері нашарлап жатса, сол пәндерді көтеру мақсатына дайындық жұмыстарын жүргізсеңіздер болады. iTestке бірінші біз қалай кіреміз, соны қазір түсіндіретін боламыз. Бірінші білім класс платформасында сіздерге осындай оң жақта баған шығатын болады. Ол сіздерге көріп тұрған дэшборд, сіздердің сабақтарыңыз, расписаниеңіз тұрады. Одан кейін астына қарасаңыздар, сіздердің біздің өнімдер деген болады. Наш продукт деп болады. Соны басқан кезде бізде астында әртүрлі, яғни біздегі бірінші сыныптан бастап 11 сыныпқа дейін, яғни білімдік қорлар көрсетілген. Соның бірі бізге қазір сізге таныстыратын iTest несі, ол тағы бізде ОБТ, бізде қорытынды аттестациялау және болт секілді нелерден тұрады. Мысалы, соның біріншісі біз несіне кіретін боламыз қазір? Enter дегенге кіретін болайық, мысалы, iTest, ОБТ, қорытынды аттестациялау. Дәл осы бізге білім класс платформасындағы логин парольдарымызды арқылы кіре аламыз. Ары қарай сіздерге мынандай, ол ОБТ тапсыру арқылы өте аласыз. Барлықтарыңыз қазір пробный дейді ғой қазір кезде. Сол пробныйды осы платформа арқылы өтсеңіздер болады. Одан бөлек сіздер мына жерде математикалық сауаттылық, қазақстандық оқу сауаттылығы секілді пәндерден дайындала аласыздар. Одан бөлек біздер тақырыптағы бар мәліметтерден өте аламыз. Қазір кезде қарапайым тапсырма өтіп көрейік. Оны біз барлығымыз кіріп атсам оқушылар кіреміз. Одан кейін география бөлім таңдайық, яғни мен сабағым пән география. Бізде осындай сыныптардың нелері көрсетіледі және біздегі соңғы жылдардағы өткен сұрақтар, контекст тапсырмалар көрсетіледі. Бұның ішіне кіретін болсақ, бізде мысалы 7 сыныпқа кірейік. 7 сыныпқа кіретін болсақ, бізге конспект және тесттаған бөлімдерден тұрады. Біз конспектті оқып, өзіміздің білімімізді бірден сынай аламыз. Мысалы, Еуразия материк бойынша. Бұл көбісі 7 сынып материктер бойынша жұмыс. Ал мына конспектті көруге болады. Конспектте бізде ақпарат және көптеген суреттер көрсетіледі. Мысалы, Жамалдың шыңы, бұл бізде Гималай тауының шыңы болып табылады. Одан кейін Шығыс Еуропа жазықтар туралы, Гималай тауының өзендер, Янцзы, Ключи шоқысы, тайга зонасы, тағы да тундра зонасы, осы белгілер туралы. Және бұл конспекттің жүктеп алуға да болады. Және осына бөлім бойынша тест тапсырмасына өтуге болады. Қарапайым қазір бір оқушы шығып, осы тест тапсырмасын біреуге көрсек екен. Мысалы, Ақылбек Кішауов келесі сұраққа жауап бере қойды. Келесі сұраққа алған. Дәл осылай секілді, мысалы, бұл тереңдігі 1620 болатын жер шарындағы ең терең көл. Бұл не болады? Байкал болады, тектоникалық көлге жатады, Байкал. Жақсы, отыра қой. Дәл осылай секілді бізге 35 сұрақтан тұратын осындай тапсырмалар болады. Бұл жаңағы бізде контексттен беріледі. Және осыдан біздің өзін білімімізді шындай алатын боламыз. Осы жаңағы айтқан алгоритм арқылы біз кіретін боламыз, яғни біртіндеп қадам жасау арқылы. Көп рахмет, бұл ақпарат сізге өте пайдалы болды деп сенемін.